Жаңыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздерге керемет рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар қуанып қаламын. Ингредиенттерді дайындап аламыз. Бізге керегі жұмыртқа ақуызы, қант ұнтағы, жүгері крахмалы, қант және тұз керек болады. Енді ыдысымыздың ішін жақсылап кептіріп аламыз. Сонан соң үстіне ақуыз бен шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлейміз. Және де жұмыртқамыз осындай ақ түске ене бастағанда қант ұнтағын 3 бөлікке бөліп қосамыз. Сонан соң қант қосамыз да жақсылап 10-15 минут көлемінде осындай формасын ұстап тұратын масса шыққанша миксерлейміз. Енді лопатканың немесе қасықтың көмегімен крахмалымызды қосып, араластырып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды кондитерлік қапқа салып, алдын ала дайындалған пергамент қағазымыздың үстіне бір келкі етіп жағып шығамыз да 100-130 градус аралығында қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Менде бұл жерде 150 грамм творожный сыр, 50 грамм қант ұнтағы және де 300 грамм сливки. Алдымен кремде түйіршіктер болмас үшін творожный сыр мен қант ұнтағын бір келкі масса қылып араластырып алдым. Содан кейін үстіне сливки құйып, креміміз формасын ұстап тұратындай қалыпқа келгенше миксерлеп аламыз. Дайын болды. Енді пісіп шыққан меренгамызды шығарып 10 минуттай суытып алдық. Пергаментінен ажыратып кремін жағамыз. Меренганың астына осындай майлық немесе пергамент қағазын төсеп қойсаңыздар, рулетімізді орауға ыңғайлы болады. Дайын болған меренгамыздың бетіне енді кремімізді жақсылап бір келкі болғанша жағып шығамыз. Алдын ала кесіліп дайындалған апельсинімізді саламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай өзгертсеңіздер болады. Клубника немесе малина қосып жасауға да болады. Майлықтың көмегімен осылай рулетімізді орап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мына рулетіміздің бас жағына 5 сантиметрдей жетпейтіндей етіп кремімізді жақтық. Себебі ораған кезде біздің креміміз сыртына шығып кетеді. Осылай астына пергамент қағазын немесе подложка қойсаңыздар болады. Және де артылған кремдерден осылай бетіне декор жасаймыз және апельсинімізді 3 бұрыш етіп турап бетіне жақсылап қойып шығамыз.
апельсинді осындай бөліктерге бөліп бетіне қойып шықтым. Осымен біздің рулетіміз дайын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп қойыңыз. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.